Армысыздар, ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері. Еліміздегі ақпарат айдынында өзіндік орны бар. Жарық көре бастаған кезден-ақ таралыммен қатар өсіп дамып жатқан, әлдеқашан өмір айнасына айналып үлгерген Нұрлы Жол газетінің алғашқы саны жарыққа шыққанына да биыл 35 жыл толды. Тәуелсіздікпен түйдей құрдас үнқағаз бастапқыда достық туы деген атпен таралған. Десек те, газеттің өткен уақыт аралығында өзіндік тарихы да қалыптасып үлгерді. Бұл достық туы деп басталып, Нұрлы Жол болып жүріп жатқан газеттің тарихы санау ілгеріде жатыр. Осыдан шамамен 35-36 жыл бұрын Бостандық аудандық коммунизм үшін газетінде істейтін едім ол кезде. Енді облыстағы жалғыз қазақ газеті болғаннан кейін жоғарыдағы партия қызметкерлері маған өтініш салып, сіз енді мына газетіңізді басқа аудандарға таратсаңызшы. Әлі республикалық газеттің ашылуына әлі жағдай жасалған жоқ, әлі мүмкіндік жоқ дегендей болды. Жарайды дедік, 89 жылы сонымен облыстарды аралап жазылымды қолға алдық. Алдымен жоғары Шыршық ауданынан бастадық. Ең соңында төмен Шыршықтан аяқтадық дегендей. Сөйтіп, облыстағы қазақтары көбірек шоғырланған 5 аудандық газетін біз қамтып алдық. Сонда қазақша газеттің тиражы 14 мыңға жетіп кетті. Енді бұл тарихта болмаған көрініс, болмаған жағдай. Содан ба айтайын, халқымыз жаппай жазылып 3 жыл бойы осы газетті алып тұрды, достық туы шыққанша. Сонымен бір күні Ташкент облысының партия комитетін шақырып қалды. Бардым, сендердің газеттерің мемлекеттік жағында, республикалық газетке айналдырса қайтеді деген ұсыныс туып жатыр адамдарда деді. Мен қуанып кеттім. Сонымен осы мәселені қозғап, республикалық газет шығаруға қалай қарайсыңдар деді. Ой, тамаша ғой деді, кәнекей газет шықса. Тарихта болмаған оқиға болайын деп тұрды. Соныменен облыстық мәдени орталықтың жиналысында, сосын республикалық мәдени орталықтың жиналысында осы мәселені талқыладық. Соныменен мәдени орталықтың бір бөлмесін жалға алдық та, сол жерде ол жақтан, бұл жақтан қалам бар, желі бар дегендердің бәрін жинап, сол газеттің негізі ұжымын қалыптасуға кірістік қой. Соныменен жоғары кеңес пен комбинның біріккен қаулысы шықты. Соның ішінде халық сөзі газеті бірінші, народное слово екінші, достық туы үшінші, яна дүние ол төртінші болып, газеттер бойынша қаулы шықты. Бәріміз қуандық. Соныменен жұмысымыз басталып кетті ғой. Газетті қолымызға алдық. Енді баспадан шыққан газет саңғып тұр. Сол газетке қарап тұрып көзіме жас келді ғой. Ой, шынымен-ақ осы газетті біз шығардық па деген. Сөйтіп, газеттің бірінші шығарушылары біз болдық қой. 35 жыл бір басылым үшін үлкен кезең. Тәжірибе, тоқтаусыз ізденіс пен ермен етене еңбек еткен жылдар. Нұрлы Жол газеті осы уақыт ішінде қоғамның айнасына, халықтың уәжін жеткізер мінберге айналды. Сол уақыттан бері басылым өңір тынысын, ел өміріндегі өзгерістерді саралап, оқырманға шынайы ақпарат ұсынып келеді. Гүлнар апай, бұдан дәл 35 жыл бұрын қаңтар айы Достық туы газетінің алғашқы саны жарық көретін күндерді есіңізге түсіріп бере аласыз ба? Ол достық туын айтқанда біз тоқтай алмай да қалатын шығармыз. Ол достық туы тек менің ғана емес, бүкіл Өзбекстандағы қазақтардың мақтанышы болды деп айта аламын. Сол кездегі біздің достық туында 43 адам жұмыс жасағанбыз штат бойынша. Бірінші газетті қолымызға алған күні біз бәріміз көз жасына ерік бердік. Қуаныш жасы болды бұл. Тұңғыш рет Өзбекстандағы тәуелсіздіктен кейінгі жарық көрген басылым осы достық туы газеті еді. Бұны осы өзбекстандық қазақтар көптен күткен еді. Бұл сондай қуаныш болды. Біздің сол достық туы газетінің редакциясы қара шаңырақ ретінде есептелді қазақтар үшін. Осы газет шыққаннан кейін қолына газет ұстап, көздеріне жаңағы ерік беріп, профессорларымыз біздің, зиялы қауымдарымыз келіп, құтты болсын айтып, қуанып, Қазақстанна мына көрші тұрған неден жаңағы көптеген қаламгерлер келіп, құтты болсын айтып, олар да бізбен бірге қуанды. Бұл газеттің орны ерекше, әсіресе мен үшін де ерекше. Өйткені мен бұл газетке алғаш рет машинистка болып жұмысқа кірдім. Азаннан кешке дейін енді өзбекшеден қазақшаға аударып, ахан ағай дауыстап оқып тұратын, азаннан кешке дейін тоқылдатын мен басып тұратынмын. Сол жерде жұмыс деген сол 43 адам осы өз ұлтының патриоттары деп айта аламын. Өйткені біз тынбай жұмыс істедік. Біз демалыс дегенді білмедік. Тек газеттің шығуы мүддеміз сол газет уақытысында шықсын деп сол тұрғыда біз жұмыс жасадық. Бір жылдан кейін мен машинка басып жүріп,
мақала жазып жүрдім. Солай бір жылдан кейін мен өзім де тілші болып жұмысқа қабылдандым. Осы газет арқылы мысалы мен өзім танылдым, өзім арманыма жеттім деп. Бұл газет менің өмірімнің трамплині болды десем де болады. Өйткені осы газеттен кейін қазақ баспасы ашылды, Өзбекстан баспасының жанынан қазақ редакциясы ашылды. 95 жылдан бастап қазақ мектептеріне өзбекшеден қазақшаға тәржімелеп оқулықтар шығардық. Енді бір қызығы достық туының саны күн санап өсті шығар, күн санап. Бүгінде ертеңде қарасаң үстіне қосылып жатыр. Сөйтіп, бірінші жылғы подпискада біз каталогқа енген жоқпыз да, әшейін жазылды. Соның өзінде 11 000 болды. Келесі жылы каталогқа енгіздік қой. Одан кейін ал халық басқа аудандық газеттерге басқа да қарамастан біздің газетке жазатын болды ғой. Соныменен 91-нің соңы 92 жылдың басылымының саны 24 000 болды. Естіген адамның бәрі біз сол газетті жазайық деп. Әшейін хатпен-ақ ақшасын жіберіп жазылып жатты ғой адамдар. Міне, көрдің бе? Қазақтың сол газетке деген құштарлығы, ұмтылысы осыдан білініп тұрды. Редакция құрамында әр кезеңде талантты журналистер еңбек етті. Бүгінде де газет жасампаздыққа толы шығармашылық ұжыммен мақтана алады. Жауапты хатшы болып жұмысты бастадым. Ол кезде өте қиын болды бізге. Жаңағы газеттің шығуына, үдерісіне, кейіннен Өзбекстан үкіметі жаңа барлық әріптер, гарнитуралы дейді ғой, енді біз солардың барлығын осы Өзбекстанның баспаларына әкеліп, мына Шарқ баспасы қазақша газетті шығару міндеті жүктелген. Сол жерде әріптер етіғын машиналарда, баспаларда газетті шығару үдерісі барлық қазақша әріптер, қазақша гарнитуралар толық болғаннан кейін толық газет осы Ташкентте шығатын болды. Бізге халық сөзімен бірдей мүмкіндік жаратылып, соларменен бірдей газеттің ұйымдастырылуы, жазылуы, жаңағы шығатын тиражымыз, таралымыз көбейіп, Өзбекстаннан тыс Қазақстанға, жаңа Монғолияға, қай жерде қазақтар болатын болса, алғашқы кезде сол жақтарға таралған газетіміз. Жұмыс істеп жатқан журналистердің кәсіби деңгейі өте жоғары болды. Бізде газеттің жанры бойынша бірде-бір жанрдан шеттеп қалған жоқ. Сын мақала бола ма, Өзбекстанның барлық облыстарында республика бойынша болып жатқан жұмыстарға бағыт-бағдар беріп, солардың сын мақалаларда жазылды, солардың талдау материалдарда жазылды. Достық туралы екі елдің арасындағы, басқа республикалар арасындағы достыққа да өте мықты мақалалар жазылып, олардың деңгейі жоғарыға көтерілді. Өзбекстан қазақтарының зиялы қауымын ортақ мақсат жолында біріктіре алған редакцияның бүгіні мен болашағы қашанда жүрегі ұлттық сезіммен мақтанышқа толы әрбір азаматты жеке тағдырымен бірдей алаңдатады. Газет үшін жан күйдіріп, үнқағаз оның өмірлік мәні мен мазмұнын айналады. Сондықтан да Нұрлы жолдың әрбір санын жарыққа шығаруға еліміздің барлық өңіріндегі ұлтжанды азаматтар бірдей атсалысты. Газеттің сапалы шығуының бір нәтижесінде біздің газетіміз өте мазмұнды, мәнді, аса сапалы шықты. Өйткені ол кезде газеттің тақырыбы ауқымы, көтерілген мәселелердің бар түрлі тақырыптарды қамтып отырды. Соның біреуінің ретінде шығыс шайырлары жөнінде де беттер беріп отырдық. Газеттің сапалы шығуында бірінші реттен өзгерген жазушылардан, ақындардан, газет журналдардан сұхбаттар өткізіп отырдық. Өзбек ақын жазушыларының бұл газеттің негізгі мақсаты Өзбекстандағы қазақ халқының тірлік тынысын, өмірін сипаттау. Бір өмір сол қазақ халқының жағдайының жақсаруына жағдайлар жасауды көрсетіп, барлық қырларын да, сырларын да ашықтан ашық жазып отырдық. Сондықтан газет өте сапалы, мазмұнды, мәнді шықты. Жалпы қорыта айтқан кезде газет сапалы шығып, Өзбекстан қазақтарының тірлік тыныстарының барлық қыры да, сыры да осы газетте ақтарылып отырды. Әдебиетке деген өзімнің бұрынғыдан жаңа қызығушылығым болса керек. 91 жылы Ташкентте достық туы қағазы ашылғаннан кейін редакцияға мақаламды, бір-екі сықағымды жіберген едім. Олар жарық көрді. Жаңа газетке жазған екен, әр нөмірін оқып, қызығушылығым артты. Содан мені тілші қылып алып, жұмыс істегеніміз бар.
92-93 жылдары газетке жазылым мәселесі өте жоғары болған. Халық себебі көп жылдардан бері Өзбекстанда қазақ тілінде газет шығарылмай екен деп жүрген халықтың қолына газет тигеннен кейін жазылым көп болған. Оның көгері мен өзім, мәселен 92 жылы күзде 93 жылғы газетке жазылым мәселесінде көп аудандарды айналып, колхоздарды айналып жүргенім бар. Газет Нұрлы жол болғалы бүгін 3376 саны жарық көрді. Өткен уақыт аралығында Ақан Ташметов, Қалдыбек Сейданов, Рысбай Анарбек басшылық еткен редакцияда қазір Ғұламзакір Юсупов бас редактор. Сонау бастан үкіметтің қолдауымен жарық көріп жатқан үнқағаздың халыққа берері әлі де мол. 13 жылында көп өзгерістер болды. Нұрлы жолдың тематикасы, газеттің сапасы өзгерді. Заман тарабына сай кейін компьютерлерді алмастырдық. Қазір 4000-ға жуық таралымы бар. Біздің журналистер, тілшілердің 90% бізде білікті, жақсы жазады. Үкімет тарапынан қолданылып жатыр газет. Мысалы, сол 10 жылдың ішінде көптеген адамдар медаль және ордендермен марапатталды. Бұлардың бәрі осы мынау Нұрлы жолдың жақсы істеп жатқан журналистеріміздің үлесі үлкен деген. Біздің кадрларымыз Қазақстанда еміс істеп жатыр. Мысалы, Егемен Қазақстанда, Өзбекстанның мектебін алған тілшілеріміз ұяқта жақсы істеп жатыр. Газет қазіргі уақытта Өзбекстанның барлық жеріне таралып барады ма, жетіп барады ма? Қарақалпақтың ең шалғай ауылдарына барады газеттер. Кейін біз мысалы автор таңдамаймыз. Мысалы, ең шалғай ауылынан бір мектептен бір оқушы жасайын, соны шығаруға әрекет жасаймыз. Нұрлы жол газетінің тілшілері республикалық, сондай-ақ халықаралық деңгейде өтетін конкурс байқауларға қатысып, жүлделі орындарды иелеп, алғы шептен көрініп жүр. Тіпті ақпарат майданында еселі еңбек етіп, көптеген мемлекеттік сыйлықтармен марапатталуда. Қазіргі кездегі процеспен салыстыруға келмейді, өйткені бұрын журналистер сапарға барған, жиындарға барып материалдарын тек газет бетінде жариялайтын болса, бүгінгі таңда олар бір газетте емес, бірнеше платформаларда жарияланады. Мысалы, Фейсбукте, Инстаграм, Телеграм, тағы басқа сайтта жарияланады. Бұлардың барлығы заман талабы, бұған біздің журналистер бейімделген, әмбебап деуге болады. Сіз Өзбекстандағы емес, ата жұрттағы ауқымды шараларға көп қатысасыз. Сол жерде біздің осы Нұрлы жол газетінің аты аталғанда айналадағы бақ өкілдерінің көзқарасы қалай болады, пікірі қалай болады? Сұхбаттасасыз ғой жұмыс барысында бәрібір. Иә, сұхбаттасамыз. Мысалға, бірнеше жыл бұрын Алматыда өткен түркі тілдес журналистер форумына қатыстым. Онда ата жұрттағы қазақ журналистерінің біздің газетке, біздің мұндағы журналистерге деген көзқарасы өте жақсы. Тағы да біздің жұмыс процесімізбен жақыннан танысуға бәрі құмар. Бүгін күнде сол кезде форумда танысқан журналистер кейде редакцияға келеді, біздің жұмыс процесімізбен танысады. Және біздің өзбек, орыс тілдерінен аударған материалдарымызды олар өздерінің тәжірибесінде, өздерінің материалдарында ақпарат ретінде, факт ретінде пайдаланады. Өйткені біздің газеттің материалдарының барлығы ресми, сенімді, факт-чекингті талап етпейтін материалдар. Сол үшін олардың көзқарасы оң. Кейде материалдарымызды сұрайды. Мұнда жазған материалдарымыз Қазақстанда да шығып жатады. Өзбекстанда жасайтын қазақтардың тыныс тіршілігі, әлеуметтік және мәдени өмірі, сондай-ақ елімізде болып жатқан саяси үдерістер жайлы дәлелдер мен дәйектерге толы мақалалар жарияланатын газеттің оқырмандары тек Өзбекстанда ғана емес, көрші елдерде де көптеп кездеседі. 35 жыл ол аз емес. 35 жыл бір адамның өмірін бейнелейтін болсақ, ол толысып, жетілген шағы. Енді алдағы уақытта газеттің жоспарлары қалай? Алдағы уақытта газеттің жоспарлары осы бұның газетті және бұдан да сапалы шығарып, дизайнын жақсылап, Өзбекстанның оқырмандарына жақсы сапалы газет жеткізіп беру. Достық туы деп басталып, кейін атауы өзгеріп, Нұрлы жол болып газет жұмысын жалғастырды ғой. Міне бүгінгі таңда 35 жыл толыпты. Бұл үлкен еңбек, жұмыс істеп жатқан әріптестерімді мына 35 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Қаламдарының қанаты талмасын, еңбектері жана берсін. Осы шығып жатқан газетіміз ары қарай 100 жылдығында
тойлау нәсіп етсін дейміз. Осы жерде істеп жатқан журналистердің барлығына шығармашылық табыс тілейміз. Әрқашан ойлары ұшқыр, қаламдары жүйрік бола берсін, жазарлары көбейе берсін. Енді газеттің 35 жылдығы дегенде жүрегім бір толқиды ғой. 35 жыл Өзбекстан қазақтарының тарихында үлкен алтын әріптермен жазылып қалады. Өйткені ойға алған нәрселеріміздің көбі жүзеге асты. Мынау жергілікті қазақтардың әдебиетін айтарлықтай деңгейге көтердік. Оқушы балаларының тілге деген шеберлігі айтарлықтай шыңдалды. Жалпы осы Өзбекстанда қазақ әдебиетіне деген, қазақ газетіне деген үлестерін қосты, аянбады. Газетті осы күнге дейін шығарып, тер төгіп, кемшілігін түзетіп, жақсылығын көтеріп жүрген сол жігіттерге, қыздарға рахмет айтамын. Барлығын осы мерейлі тоймен құттықтаймын. Табыстары табысқа ұласа берсін, мерейлері үстем болсын, көргендері тек жақсылық болсын. Барлығына шалқар шабыт тілеймін, аман болсын. Газет өмір айнасы, тіпті халық пен үкімет арасындағы алтын көпірде. Ана тілде жарық көретін ұлттың ұлттық құндылығын сақтап, дәріптеу мен насихаттауда таптырмас құрал. Сондықтан да Өзбекстанда жасайтын қазақтардың ұлттық мақтанышы болған Нұрлы жолдың беттері жетістіктерге толы жағымды жаңалықтармен жарық көре берсін дей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Жомарт халық бір құдайға сенетін, ақын халық сөз маржаны